Қайырлы күн достар, бүгін біз танымал талантты актриса туралы сөз қозғаймыз. Ол Осман телесериалында Осман мен Балабегімнің жоғалып кеткен қызы Халиме, яғни Сафияның асырап алған қызы Пайена рөлін сомдаған Асия Акча туралы айтатын боламыз. Асия Акча 1992 жылы Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда жасы 34-те. Ол өнерге жастайынан ғашық болып, бала кезінен жарнама мен театр арқылы актерлік жолға бет бұрған талант иесі. Әлеуметтік желідегі белсенділігі. Асия әлеуметтік желілерде де белсенді. Инстаграм желісінде 100 мыңдаған жазушысы бар. Жанкүйерлерімен тығыз байланыста болып, өмірдегі қызықты сәттермен жиі бөлісіп тұрады. Алғашында театр мен жарнама саласында жұмыс істей жүріп, кәсіби шеберлігін дамытты. Кейін танымал телехикаялар мен жобаларда басты рөлдерде ие болды. Ең танымал рөлі Осман телесериалындағы Халиме, яғни Пайена. Бұл кейіпкер оны түрік және шетелдік көрермендерге танытты. Асия қарапайым әрі мейірімді отбасынан шыққан. Әкесі инженер, анасы мектеп мұғалімі. Ата-анасының қызының өнерге деген махаббатын ерте байқап, үнемі қолдау көрсетіп келеді. Отбасындағы жылулық пен түсіністік оның шығармашылық жолындағы басты тірегі. Асия Акча тек сұлулығымен емес, дарындылығымен де көпшіліктің жүрегін орын алған актриса. Оның болашағы жарқын екені сөзсіз. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдырыңыз. Келесі видеода тағы да қызықты тұлғалармен танысамыз.